Қазір адам адамға қарсы қастандық жасап, сол арқылы оңай олжаға кенеліп отыр. Бірақ екі жақ бетпе-бет келіп жақын шайқаспағанымен арада айқаста жүріп жатыр. Былтыр қазақстандықтар алаяқтарға 12,2 миллиард теңге санап берген. Өкінішке қарай шығынның бір бөлігі 5 миллиард теңге ғана қайтарылды. Ал биыл жыл басынан интернет алаяқтардың қолында кеткен 4,8 миллиардтың тең жартысы жәбірленушілерге қайтарылды. Яғни қастандық әдісі ғана емес, олармен күресте күшейіп келеді. Бүгін алаяқтарға қарсы шаралардың нәтижесіне тоқталамыз. Саламатсыз ба? Сіз No Fake жобасын көріп отырсыз. Арнамызға жазылыңыз, пікір қосыңыз. Жасы 50-ден асқан жерлесім WhatsApp-қа хат жазды. Екі аяғы түнімен қақсап, ауырады екен. Соған күнде интернеттен еміздеймін дейді өзі. Ғажайыпты тауыпты да. Инстаграмда Юрий Пя деген дәрігер сиқырлы сұйықтық сатып жатыр. Соны зерттеп көрші деп өтінді. Егер кардиохирург Юрий Пя туралы айтып отырсаңыз, ол кісінің түсініксіз сұйықтық сатуға уақыты жоқ шығар. Ол сағат сайын жүрекке операция жасайды. Дәрігердің атын жамылған алаяқтар бірнеше жылдан бері осындай күмәнді бат, дәрі-дәрмек сатып жүр деген жауабым жерлесімді қанағаттандырмады. Роза Рымбаеваға да көмектесіпті. Әншінің өзі айтып тұр дейді ол. Инстаграмнан доктор Юрий Пя деп жазсаңдар шығатын шығар, көріңдер, соны зерттеп. Мынау соның несі да, мынау дәрігер мүгедектіктен қорғаныңыз деген не бар ғой, соның бас жағында тұрады, соның подробныйсын бассаң осы шығады да. Доктор Юрий Пя, мен шу дәрімен айналысатын доктормын дейді әйтеуір. Бірақ байқасаңыз, бұл кісі жалған жарнамаға мән беріп, көз тоқтатқанымен оның жетегінде кеткен жоқ. Бірден ақшасын ала жүгіріп сатып алмады, жарнаманы зерттеуімді өтініп отыр, я? Мен мұны абайлаңыз, алаяқ деп жан-жақтан күнде айтылып жатқан ескертудің адамдарға, әсіресе ауылдағыларға жеткені, санаға сіңе бастаған деп түсіндім. Сонымен танысым райынан қайтты. Юрий Пяның дипфейкі емес, менің бұл жалған жарнама деген сөзім жеңді. What cognitive scientists talk about these days. Біз адамзат ретінде эволюция барысында бір-бірімізге сенуге бейім болып қалыптастық. Кем дегенде жанымыздағы адамдарға, өз ортамызға, қауымдастыққа сенеміз. Біз қандай да бір ақпарат алған кезде әдетте оны бастапқыда шындық ретінде қабылдаймыз. Елестетіп көріңізші, адам үнемі естігеннің бәріне күмәнданып өмір сүрсе, қандай қиын болар еді. Сондықтан адамға сақ болуды үйрету шынымен қажет. Бірақ тек үйретудің өзі жеткіліксіз. Егер сіз адамдардың естігеннің бәріне сене бермеуін қаласаңыз, оларды үнемі сақ бол, тексер, анықта деп еске салып отыратын ортада өмір сүруі маңызды. Яғни, мәселе тек адамның қалай ойлайтынында ғана емес, оның қандай ортада өмір сүріп жатқаны да өте маңызды. Мен өзім сол ортаның бір бөлігімін, тіпті маңызды бөлігімін, сондықтан оған мұқият бақылаушы болуды өз жауапкершілігім деп санаймын. Сондықтан, менің ойымша, бұл мәдени құбылыс ретінде қарастырылуы тиіс мәселе. Бұл тек жекелеген адамдарды жаттықтыру арқылы толық шешілетін проблема емес, тұтас қауымдастық бірге жұмыс істеуі қажет міндет. Айналаға, жақындарымызға деген қамқорлық, жанашырлық, жауапкершілік мәдениеті қалыптасса, алаяқтар да біздің жұдырықтай жұмылғанымызды түсінер еді. Бұл да күш. Есіңізге салайын, аз ақша сал да тез байып кет деп, танымал тұлғалардың атынан түрлі инвестициялық жобаларға шақыратын, бад, дәрі-дәрмек сататын жалған жарнамалардан сақ болыңыз. Жалпы алаяқтықтың түрі көп қой. Мысалы, банктен миллиондаған кредит рәсімдеуге итермелейтіндерді алайық. Олардың басты қаруы ұялы телефон, байланыс нөмірі мен адамның аты жөні болса жеткілікті. Әлемнің кез келген нүктесінен қоңырау шалып, жоспарын жүзеге асырады. Енді жасанды интеллект министрлігі AI антифрод жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Ұялы байланыс сапасын арттыру үшін операторлар телеком желілерін талдауға арналған жасанды интеллект енгізеді. Жүйе желі жүктемесін, пайдаланушылар тығыздығын және станциялар орналасуын талдап болжайды. Осылайша ресурстарды автоматты түрде инженерлердің қатысуынсыз қайта бөлуге мүмкіндік береді. Алаяқтықпен күрес аясында AI антифрод жүйесін енгізу жоспарлануда. Жаппай қоңырау шалу,
нөмірді алмастыру немесе алаяқтық белгілері анықталған жағдайда жүйе қоңырауды абонент жауап бермей тұрып миллисекундтар ішінде шектейді. Яғни елімізде алаяқтыққа қарсы күреске жасанды интеллект араласпақшы. AI антифрод жүйесі тәжірибелік кезеңнен өтті. Бұл бағыттағы негізгі жұмыстарды ұлттық банктың жанындағы ұлттық төлем корпорациясы мен антифрод орталығы атқарып жатыр. Қатарға банктерден бөлек ұялы байланыс операторлары мен құқық қорғау органдары интеграцияланған. Жүйеде транзакцияларды талдайтын AI агенттер жұмыс істейді. Олар миллиондаған операцияның ішінен күдікті әрекетті адам көмегінсіз-ақ таниды. Мысалы, егер клиент әдеттен түнде үлкен сома аударуға немесе бейтаныс құрылғылардан кіруге ұмтылса, AI агент оны бірден бұғаттайды. Қазір шетелдерден түскен қауіпті қоңыраулар да дәл осылай тоқтатылады. Сейчас очень сложно. Қазір шетелдік нөмір қазақстандық нөмірдің орнын баса алмайды. Бұрын бұл оп-оңай еді. Алаяқтар арнайы механизмдерді, оның ішінде роумингті қолданып, әлемнің кез келген нүктесіне хабарласатын, яғни ел азаматтарына шетелден қазақстандық нөмірден қоңырау түсетін. Қазір ешкім бұлай істей алмайды. Сим-карта табу да қиындат, оны тіркеу керек. Бүгінде алаяқтар жүздеген сим-карта салынатын құрылғылармен де байланысқа шыға алмайды. Ал алдаудың өзге жолын табу үшін қыруар қаржы қажет. Қазақстанның ірі ұялы байланыс операторлары алаяқтық нөмірлерді автоматты түрде бұғаттайтын жүйелерді қолданады. Әсіресе шетелден келетін және қазақстандық нөмірге ұқсас қоңырауларды сүзгіден өткізеді. Алаяқтардың ең көп қолданатын әдісі де осы еді. Шетелден хабарласа да экранда қазақстандық нөмір шығатын. Енді операторлар арасында арнайы верификация жүйесі орнатылған. Егер қоңырау шетелден келсе, бірақ қазақстандық нөмір шықса, жүйе оны автоматты түрде бұғаттайды. Жасанды интеллект абоненттің әрекетін талдайды. Егер бір нөмірден қысқа уақытта мыңдаған адам қоңырау шалса, немесе қоңыраудың ұзақтығы тым қысқа болса, жүйе оны спам-бот немесе алаяқ деп таниды. Соңғы жылдары осындай 50 миллионнан астам күмәнді қоңырауды тоқтатқан. Ал клиент сим-картаны тек Face ID мен рәсімдейді. Егер сізге алаяқтар хабарласса, нөмірді жай ғана бұғаттап қоймай, операторлардың кол орталығына хабарласып, сол нөмірді айтыңыз. Бұл жаңағы сізге қоңырау шалынған күмәнді нөмірдің бүкіл жүйеде бұғатталуына көмектеседі. Бағдарлама басында айттым, былтыр қазақстандықтар алаяқтарға 12,2 миллиард теңгесін санап берген, оның 5 миллиард теңгесі ғана қайтарылған. Ал биыл жыл басынан интернет алаяқтардың қолында кеткен 4,8 миллиардтың тең жартысы қайтарылды. Бас прокуратурадағылар бұл келтірілген залалды қайтаруға қатысты жасалып жатқан жұмыстың көрсеткіші, жақсы көрсеткіші деп отыр. Бірақ алаяқтар әлі де қоңырау шала береді. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ескертуін де еске салайын сондықтан. eGov.kz порталында, eGov Mobile қосымшасында немесе кредиттік бюро арқылы стоп кредит қызметін қосыңыз. Сонда сіздің атыңыздан ешкім кредит ала алмайды. Бұл қызметті әсіресе зейнеткерлерге, үйдегі үлкен кісілерге қосып беруге болады. Бұрын әртүрлі банктер өздері несие бере береді. Біз өткен жылы ұсынысымыз енді ұлттық банк арқылы беру керек деп. Кезінде ұлттық банкты ысырып тастаған. Қазір кез келген банкке барсаңыз, ұлттық банк арқылы ғана биометрия өтеді. Ұлттық банк электрон документке кіріп, сіздің суретіңізбен салыстырып, нақты сіз екеніңіз дәлелдегеннен кейін ғана банк несие бере алады. Ал енді ондай өткізбесе, ондай несие заңсыз болып табылады. Екінші, кез келген несие берудің алдында да ұлттық банкке кіріп, тіркеліп, ұлттық банк арқылы. Сонда ұлттық банк бізде алаяқтық несие берілуі, заңсыз несие берілуі мүдделі емес, банк мүдделі. Екеуі бір-бірін бақылайтын болады. Ал енді ортасында тексеретін агенттік болады. Жақсы өзгерістер деп есептеймін. Мемлекеттік деңгейде де технологиялық тұрғыда да енгізілген жаңа тетіктердің нәтижесінде биыл жыл басынан интернет алаяқтық 15%-ға азайған. Бұл соңғы 4 жылда жеткен алғашқы оң нәтиже.
Мамандардың пікірінше, бұған азаматтардың онлайн қарыз рәсімдеуге итермелейтін интернет алаяқтардың азаю әсер еткен. Мұндай қылмыс бір жылда 3 есе қысқарған. Сондай-ақ интернетте қызмет көрсету туралы жалған хабарландырулар арқылы жасалатын алаяқтық 20%-ға азайған. Ал банк атынан жалған SMS азаймай отыр. Алаяқтықтың дәл осы түрі өткен жылы жалпы көрсеткіштің өсуіне әсер еткен. Сонымен қатар биыл дроперлерге қатысты 393 іс тіркелді, ал 25 жылы небәрі 53 іс тіркелген еді. Мамандардың айтуынша алаяқтық схемалар көбейген жоқ, жаңа бап әсер етіп отыр. Былтыр қыркүйекте қылмыстық кодекске дроперлік үшін жауапкершілік енгізілген. Бұл бап бойынша құқық бұзушылықтың ауырлығына қарай айыппұлдан бастап 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Дропер деген өздерінің банк картасын немесе шотын алаяқтарға ақыға беретін адамдар. Қаражат алдымен солардың, кейін алаяқтың шотына аударылады. Сонымен алаяқтардың әдіс айласы қаншалықты қолыққа толы болса, олармен күресетін цифрлық қалқан да соншалықты қуатты болып келеді. Біз жасанды интеллект транзакцияларды күзетіп, шетелдік спам қоңыраулар автоматты түрде бұғатталатын жаңа дәуірге қадам бастық. Статистиканың 15%-ға төмендеуі бұл тек технологияның емес, біз бен сіздің сақтығымыздың бір-бірімізге деген жанашырлықтың жемісі. Алайда ең заманауи AI антифрод жүйесі де сіздің жеке жауапкершілігіңізді алмастыра алмайды. Юрий Пя сияқты танымал тұлғалардың атын жамылған жалған жарнамаға сенбеу, стоп кредит қызметін қосу және өз банк картаңызды дропер болып біреуге бермеу, бұл әрбір азаматтың цифрлық гигиенасы болуы тиіс. Алаяқтың құрығына түспеудің ең сенімді жолы ақпаратты тексеру және асығыс шешім қабылдамау. Өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыз. NoFake жобасы алдағы уақытта да тек шынайы ақпаратпен қауіпсіз ережелермен бөлісуді жалғастырады. Жүздескенше.